Бәріне сәлем, бұл жобасы. Біз бұл жерде өте ыңғайсыз, ұятсыз историяларды оқимыз. Бүгін бізде қонақта өзінің историясымен Дамеля Суит. Суит деп ана қатты қазақша айтқанымшы. Дамеля, қош келдің. Рахмет. Деп болса отырғызамыз ғой. Ладно, бірінші историяны оқу мәртебесі сізге бұйырады. Любойын алып, стоп деп айт, мен соны аламын. 2 hours later. Стоп, давай. Өзінің историясын оқса, прикольно. Мен Дамеля деп басылатын. Вообще, андай лайтовый, просто бүйтіп күшті отыра беріңдер. Андай ешкімді біреулер қарап тұрып, істеген істеп жатқан жоқ. Басқасын алып берейін, е? Жоқ, қара. Бұл секрет бақа біреу емес. Дамеля ханымның өзі оқыса екен. Дамеля ханым, сіз әдемі. Бірақ менің қызыма жетпейсіз. Менің жаным, мен сені жақсы көрем. Рахмет. Просто признание? Просто признание? Оның қызы менен күштірек. Это реально пахнет как мужчина. Бірақ. Сен ба жатқан? Бірақ өзінің қызы болса да сені әдемі деуді ұмытпады. Так что, сен... Ужас, осындай историялар маған түседі всегда. Неге ұзын, қисайып жазған ғой, жатып жазған ба, не істеген? Ал кеттік. Мектепте 8-ші класста оқып жүргенде қазақ тілінің мұғалімі ауысып, бізге завуч сабақ беретін болған. Мектепте ондай часто болады. Мен өмірімде 4 алмаған, тек 2 алды. Өмірімде 4 алмаған, тек 5 алып жүрген ғой. Содан завуч сабақ берген кезде анықтауыш пен пысықтауышты определенную, анықтауыштың орысшасы қалай? Определительный. А пысықтауыштың объяснительный. Пысықтауышты шатастырған, сөйтіп мен айтқам ғой, сіздікі дұрыс емес деп. Ал ол алдыда маған үш қойды. Содан мен жынданып сыныптан шығып кетіп, әжетханаға барып, кафельді ұрған. Не бөлен ол? 3-ке бола ма? 2 алсаң не істейді екенсің сен? Жынданғаным соншалықты, что ана кафель сынып жерге құлаған ғой. Сосын директорге барып жалоба жасадым. Ужас, терпила ғой. Келесі күні директор маған да завучқа да 100 сұрақ тест дайындап әкелді. Жарыстырайын деген ғой екеуіне. Соңында мен 87 балл алдым, ал завуч 23 балл алды. Қандай? Білесің бе, неге қуандым? Злодейский. Білесің бе, неге қуандым? Ана завучты жұмыстан шығарып жіберді де, менің сүйікті мұғалімімді қайтарды. Ол біріншіден. Екіншіден? Ал екіншіден, туалетте сынған кафельді мен сындырғанымды әлі білмейді. В общем, сөйтіп, мектептің атаман қызы болдым. Жақсы. Прикольно. Жақсы да. Сындырат, завуч жұмыстан шығарады. Не деген жауыз. Келесі почтадан келген секрет. Сөйтіп, бүйте оқсам болады. Чуть-чуть былай төмен ұста, камера сенің түрінде алсын. Бір жігіт мені кофе ішуге шақырады. Сосын кофе іштік, әңгіме айтып отырдық, счет келгенде мен төлей салам, маған жібере сал. Прикинь, өзі шақырып, дурак, жібердім, сосын и сразу кетіп қалдым. Не поняла? Короче, мен сені свидание шақырам. Дамеля бүгін кофе ішет деймін. Ок деш? Ок. Сөйтіп, екеуміз кофе ішеміз. 5600 теңге шығады. Там десерт андайын. Сосын мен саған айтам, маған жібере сал 2800 теңге деймін. Я подумала, типа, он попросил фотку счета отправить. Ладно, мен тупоймен кешеш. Маған ақша жібер деймін да, сен маған 2800 теңге жібересің. Сөйтіп кетіп қаласың. Чорт екенсің ансаған. Жоқ, мен шақырған жоқпын. Короче, жігіт өзі шақырған, счет төлеткізген. Ұят па? Заблокировать не пахнет как мужчина. Бүгін чисто сондай пахнет, не пахнет. Да, пахнет, не пахнет. Солай істерикші қыздар, хорошо? Я надеюсь, там много историй про парней. Я такое люблю. Подругам менің бывший жігітіме тұрмысқа шықты.
подругам. Ё-моё. Енді олардың үйіне мен бара алмаймын. Қатты ұяламын. Но подругам менің бывший жігітім екенін біледі. Ага. Жестко. Продолжение бар ма? Болды. Ну, Подругам менің бывший жігітімен тұрмысқа шықты, енді олардың үйіне бара алмаймын. не пахнет как женщина, не пахнет как мужчина. Қатты ұяламын, но подругам менің бывший жігітім екенін біледі. Әлі подругам екен. А жігіт біле ма, то что... Ну, хотя, наверное, біледі, да? Именно жігіт тупой болып қалмаған шығар бұл жерде. Наоборот, жігіт кішкене андай болып тұр ғой. Қайсысы лучше, соған үйленіп тұр ғой. Деп. Ол мен десе. Ну, ұялатын нәрсе деп айтайын десем, вообще ұялатын нәрсе емес қой. Ұялатын нәрсе емес, но қалады ғой. Осадок. Осадок. Осадок, да? Девочки, согласитесь? Вам было бы обидно? Бәрі согласен дейді. Егер менің досым, иә, менің бұрынғы қызыма үйленсе, ол возможно десең. Ой, бұрынғы қызыма үйленсе, мен олардың үйіне барамын. Барамын, неге мен бармаймын? Еще досым, еще бұрынғы қызым десең. Близкие же десей. Да. А мен сол қыздың бұрынғы жігіт, жоқ. Мен досымның бұрынғы қызына үйленемін деп Санта-Барбара қылып жүрсің. Жоқ. Не надо, ондай керек емес. Барынша танымайтын қызды алсам, прикольно. Міне мынандай история болады. Осы жылғы туған күнімде коллегаларым бірге тойлайық деп ұсыныс тастады. Соңына дейін соңына дейін келісіп тойлайтын болып шештік. Бірақ іштей мен ол кісілермен тойлағым келмеген. Өйткені мен қай жерде істеймін десем. Туған күнім келіп жеткенде мамамның ағасы аяқ асты қайтыс болды деп сылтау айттым. Короче, туған күн келген кезде мамам. Басқа ештеңе таба алмағандықтан, содан олар демалыс күні барлығы жиналып үйге көңіл айтуға келді. Мынау енді қиындау енді, молодцы. Коллега деген осындай болу керек. Мамама не айтарын білмедім, маманың ағасы жоқ. Мама меня прикрыла. Мамасы красавчик. Деп жылаған ғой. Мынау енді история ұялатындай. Бірақ бір жағынан жоқ адамды өлтірген нормально. Сен бар адамды өлтірген. Типа, жоқ қой адам. Маманың ағасы жоқ. Мама ағасы өліп қалды дейсің. А егер маманың ағасы болып өліп қалды десең, еще ол үйіне барған кезде маманың ағасы жүрсе, ожил деп. қиындап жүрсің. Ладно, кеттік. Почтадан. Пока что ұялатын нәрсе коллега бірінші орында тұр. Мен көп депрессияға түсем. Көп жылаймын. Мен ғой. Ішімдегіні ешкімге айта алмаймын. Бір күні жылап дворда отырсам, біздің двордың бомжы келді. Мен ақша жоқ дедім. Маған неге көңіл күй жоқ дейді. Жігітің ренжітіп қойды ма деп күлді. Сосын мен жынданып, иди отсюда деп ұрсындым. Ол маған жылама, сен әдемі қызсың, главное әшпесем болды деп тағы күліп кетіп қалып. Әдемі қызсың дегенге мен шошып кеттім, бір не істей ма деп. Бір күні, актуальная тема. Бір күні үйде отырдым, ішіндегі ешкімге айта алмай, далаға шығып, ана бомжды тауып алып, тамақ бердім. Итке тамақ берген ұстап айтып отыр ғой. Кака. Бомждерге тамақ бердім. И ужасно, сори, извините. И ішіндегінің бәрін айтып бердім. Ол тыңдады. Енді ішімде біріне тұрса тамақ алып, сол бомжыға барып тұрам. Хэппи-энд же, классная история. Құшшы ғой нау, құшшы. Юсуп Миролы да құшшы. Лучший друг. Бәріңе осындай бір бомж керек болып жүр ғой. Прикольно, по идее. Менде сен барысынан сыған. Мен бомж деді. Шутка ғой. Короче, андай, если ішінде айтатын психолог қой, короче, бомж. Он же психолог. Давайте не называть его бомжом. Психолог дейді. Ну, типа, психолог, который далада жүретін. Они очень умные. Это люди, которые, знаешь, может, обанкротились. Люди без постоянного места жительства. Ой, не күшті, но мен тролл ғой. Мен деймін жоқ дедім. Так. Они чаще всего в прошлом, вот, например, в Америке, они очень умные. Ученые. И они либо обанкротились, либо их кинули. Вот есть в Алмате какой-то чувак, его в ТикТоке даже закидывали, у него был какой-то завод мебели, что ли, что-то такое. Он был очень богатым. И сейчас он ходит без дома, на улице. Зато қыздардың депрессияды шығарады. Иә.
Сокс болып шықса прикольно болушы. Так, әрине ұят бұны айтқан. Но өте күлкілі сияқты. Бір үлкен тойға мама, папа, мен бәріміз барамыз. И сол тойда маманың бывшаясы болады. Маманың бывшаясы? Бывшиялар не болып кеткен? Бүкіл жерде жүр ма? Подожди, маманың бывшаясы. Иә. Бывший емес, бывшаясы? Бывшаясы деп жазған. Бывший шығар? Или папаның бывшаясы, иә? Ну, прочитай сейчас поймем. Прикиньте, ах. Өзі күліп алды ғой, жазып жатқан. Соберись, жазайық дальше. Давно, когда мама была молодая, они встречались. Маманың бывшие. А может, бывшая? И вот папа ішіп алып сол кісімен төбелесті. Аха. Не күлкілі төбелескен ба? Немене деп. Маманы қызғанып, но қарап тұрсаң бәрі взрослый адамдар ғой. И вот думаю, вот настоящая любовь деп бітірсек. Серьезно? Да. И вот думаю, вот настоящая любовь. Вот деген сөзді просто так қолданған екен. Орысша білмейтін адам жазған ғой, потому что мягкий знактар әр жерде жүр. Реально? Рисковать етіп қойған ғой, мягкий знактар ше, мына жерге қоямын. И главное еще папа с большой буквы. Мама с маленькой. Ладно, түсінбедім мен ештеңе. Вы что-то поняли? Короче, тойға барған. Нет, я имею в виду, типа, в смысле настоящая любовь? У кого? У папы. С кем, с бывшим? Нет, у папы с мамой, потому что мама үшін төбелесті. Деп ойлаймын, сондай ғой мына жерде. Папасы молодец. Если қара, просто без реакции өткізіп жіберсе, типа бір түрлі болады, қызғанбады деген сияқты, папасы прямо шеп, маман төбелесіп. Ахахахаха ма? Еще екі рет күлген. Төбелесетіндей емес енді ол 40-50-ге келді. Мне 11 лет деп орысша оқып отырсың. Маған 11 жас болғанда үйірмеге бармағаным үшін анам маған екінші қабаттан бірінші қабатқа тәпішке лақтырған. Екі этажный үйде тұрады ғой олар. Нормально ғой тәпішке лақтырса. Ол менің басыма келіп тиді. Мен жыладым. Сол уақытта ағам тамақ ішіп отырып, менің жылап отқанымды көріп, әрі қарай тамақ ішіп отыра берді. Андай турецкий сериалымды. Көзім мөлдіреп қалдым. Короче, үйірмеге бармаған. Добра дейікші. Үйірмеге бармағанда бірінші этажға келіп жатқан кезде екі этаж жүр екен, ұмытып кеткен ғой. Мама салған тәпішке лақтырған. Мен неге үйірмеге бармайсың? Дегенде жылаған, тамақ жеп отқан, примерно селедка. Тамақ жеп отқан. И сосын қарағанда, ну ладно деген. По заслуге ғой. Дұрыс қой. Бармаған үшін алды, сөйтіп таяқ жеді, короче. Ну, прикольно. Больше нечего добавить деп қойсын. Орысша сөйлейші болса андайды. Туыстар группасында байқамай подругамның ішіп алып құсып жатқан видео жіберіп қойдым. Туыстар группасында подругамның? Байқамай подругамның ішіп... Я впервые прочитала очень быстро на казахском ансаған. Я мен сол түсінбей алдым. Туыстар группасына байқамай подругамның ішіп алып құсқан жатқан видеосын жіберіп қойдым. Әдейі ғой ол байқамай. Оны 30 минуттан кейін ғана білдім. Ол 2 күннен кейін көрдім. Удалила потом. Мама көріп қойды. Маған ұрысты, бүкіл туыстардың алдында позор қылдым деп. Еще мама ол подругамды таниды. Ал туыстарға прикол деп жаза салдым. Самое интересное то, что ол подругам білмейді мен жібергенімді. И ол мама көрген сайын күшті инабатты қыз сияқты өзін ұстайды. Салмақ. Короче, алкаш екенін мамасы білмейді деп ойлайды ғой, иә? Мамасының көзінше ол всегда құсып жүрді. Прикольно. Ладно. Хорошо, что они общаются до сих пор. Мамасы типа айтпаған ғой, ондай қыздармен жүрме деп. Ну, кстати, классно, да. Мама поняла. Мама респект. Мама респект. Подругам бір жігітпен сөйлесіп жүрді. И уже жазда үйленеміз деп келісті. Но тойға 1-2 ай қалғанда ана жігіт үйленіп ажырасқан и бір баласы бар екенін білді. 1-2 ай қалған кезде ғана. Ал подругам тойға дайындалып, көйлек таңдап, бақытты болып жүрген. Жарты жыл депрессияда болды. Содан кейін бомжбен сөйлесіп десе. Жарты жыл депрессияда болды и қазір жігітке вообще сенбейді.
мынау енді сәл Мынау астарлы примерно ақиқатқа мен. баратын история ғой мынау. Астарлы ақиқатқа баратын история. Иә. 1-2 ай қалған кезде қалай білдіріп қойды екен анау жігіт, қалай ұсталып қалды. Үйленіп алу керек, сосын барып көретін еді тәнші көрші. Наоборот, хорошо же ей повезло. Алла сақтады. Вот ему же не повезло. Ей повезло. Ей повезло, еще ол просто жаршыл депрессияда жүр. Қара, если үйленіп кетсе, депрессияда жүрмеуші еді. А саған это ужасно. Ужасно? Да. Ну это типа хэппи энд. Типа ана история барын шақтап отырсың. Иә, жаман, ол өте жаман. Жаман. Хорошо, что жаман, она узнала. қыздікі жаман Алла деп қойған. сақтады оны. Вот мынау ұялатын нәрсе. Мектепте 2-ші сынып дейді. Уже сүйіп қойған несі шықты. 2-ші сыныпта в основном сондай нәрселер болады ғой. Сабаққа шығып бара жатырмын. Есік алдында әдемі аяқ киім тұрмын. Как он это помнит? Или она? 2-ші сыныпта? Екінші сынып. Сен 2-ші сыныпты не помнишь па не? Есімде. Қай жылдан барып бастап есіңізде бар? Ну, 7-ші қыркүйек сен дейсің. 2-ші сынып. 2-ші сыныпта 9-да, иә? Қайдағы 7-те? 2-ші сынып. Сен неше вундеркиндсің ба? Неше Мен класс? 5-те барғам. Мен 7-те барғам, тупоймын. Мен 5-те басқа нәрсе кеткен менен. Поэтому это шутки, да, шутки? Не, 5-те басқа. Просто 5-те бүкіл жігіттерде бірдеңе болады. Иә, сүндет төреді. Есік алдында әдемі аяқ киім тұр. Аяқ киімнің астында кішкентай көп тақиялар тұр. Тақиялар? Аяқ киімнің астында тақия. Тақия? Тақия деймін қазір. Сейчас кто Бір спалился, оқылайын что это? ішінен, ә? Тақия ма? Мақалар ма, тақалар ма? Ладно, девочки, у кого было такое в школе, вот школьная история чисто, вот у вас был 100% какой-то краш, старшеклассник, и вы специально ходили туда-сюда на большой перемене, чтобы он нас видел? Было такое? На біздің жиза. Спасибо, я все. Соңғы сөзден білгенсің ғой. Давай. Түсіндім, короче. Мектепте 2-ші сынып. Сабаққа шығып бара жатырмын, есік алдында әдемі аяқ киім тұр. Аяқ киім астында кішкентай көп андай текалар тұр да, короче. Андай тияқтар тұрды. Короче, астында бірдеңелер тұр, короче. Иә, пока что айтамын. Астында бірдеңелер тұр, аяқ киім астында. Ой, қандай әдемі туфли деп киім алам. Ағам оқуда, мама, папа жұмыста, үйде ешкім жоқ. Сосын сол аяқ киімді киіп алып мектепке барамын. Тық-тық дыбыстар шығады. Керемет деп ойлап жүрмін ғой енді өзім. Түсі қызыл сары, сыныпқа кіріп келем, бәрі күледі. Сосын жан досым болған ұл бала. Мынау қыз қасыма келіп, досым, аяғыңа не ұлдардың бутсыйын киіп аласың? Демей ме? Сол кезде новенькой ғой, просто. Новый ғой, просто деймін сондай. Ұялып, целый сабақ бойы жүргенмін. Бутсы не екенін хабарсызбын ғой, 2-ші класста дейді. Короче, футбольный бутсы бар ғой, андай. Жақалар ма? Не жазған? А что, это смешно, типа? Это очень смешно. Не, если пацан в бутсах ходит. Пацан емес, девушка бутсах ходит. Это девушка написала? Это девушка қызыл футбольный бутсыйды алғанда мектепке тықиып киіп барамын ғой. Қазір осындай мода деп. Сөйтіп сабақта жүрген кезде келіп айтқан ғой, футбол ойнайтын бутсы ғой, сен не істеп жүрсің деп. Футболист серьезно деген да, ағасын киіп кеткен ғой примерно. Енді позорно енді. Деп сондай болсын, да? Енді мектепке бутсы киіп барсаң қате ғой. Я бы после этого не пошел в 10-шу школу. Мен мектепке мысалы үшін каблук киіп барған сияқтымын ғой. Мен мектепке мысалы үшін жігіт болып каблук киіп барсам ұят қой. Хотя мен 1-2 рет киіп барғам. Но ұят ол десең. Шучу. Келесі история. Менің үйімдегі қызық оқиғамен бөлісемін. Мен бір где-то 10-ші сынып кезде үйіміздің алдындағы сарайдың өртеніп кеткенін айтайын. Короче, үйде отырамыз бәріміз. Өтір нүктесі жоқ, ұра береді екен. Үйде отырамыз бәріміз, отбасыммен түсте көршіміз. Ойбай, не дейді? То есть көршінің қызы үйінде далада тамақ істейді қазанға. Сөйтіп біздің сарайымыз тиіп тұрған солардың асханасының мұржасы. Біздің үйге қарап шығып тұрған. Не дейді? Өтірді мұржасынан кейін қоймайды ғой. Мұржасы біздің үйге қарап тұрған. Мұржасы үтір біздің үйге қарап тұрған деген. Сол көршімізге айтқанбыз. Асханаларында олай салмаңдар деп. Баяғыда айтқан екен. Сөйтіп отырғанда тамақ
істеп жатқанда оттың шоғы шөпке қарай өтіп кетеді. Біз оны білмейміз де, до того үйден шықпай отыра бергенбіз ғой. Сөйтіп үйден шықпай отыра бергенбіз ғой, иә, мынау бір-біріне жалғасып жатыр. Ана көршінің қызы келіп айтады ғой, шөптерің өртеніп жатыр деп. Ол сарайдың алдында итіміз клеткада тұрған, соның өзі жерді қазып шығып кеткен ғой. Ол ит адам тістейді. Ағаш иттің соңынан кеткен ғой. Ағам иттің соңынан кеткен ғой. Ол ит адам тістейді. Ойбай, мынау неге былайынан келе жатады да, көрсе, мына жолға түсіп кетеді, былай бүйтіп тауға мініп атсын ба? Ағам соңынан жүгіріп кетеді. Біз барлығымыз шокпыз. Көршілеріміз шөпті өшіруге көмектеседі. Көршінің қызы менің мамама сотқа бермеңіздер деп жалынады. Ойбай, уже сот болып жатыр ма? Пожарныйды біз білмей жатып шақырған ғой. Ертерек шақырған ғой, өшіп тастап, өздері өртенген деді. Ойлап, сөйтіп біз ақ көңіл кешіреміз да, то есть папам қоя берші дейді. Олар даже шөптің ақшасын да бермейді ғой дейді. Сол, короче. Ужас. Шөптің ақшасын беру керек. Хотя бы шөп деген арзан тұрады ғой, бұлай қатты қымбат емес. Позор. Көршілерің кім аттар барып өртеп кетіп бірдеңесін. Қазанын өртеп кетіп десең. Мынау енді базар жоқ қой, үйіңде Мехриван деген сериал көріп отқан сияқты. Турецкий сериал мынандай сияқты. Короче, үйінде өрт болған, көршілер өртеп тастаған, сосын кешірген, шөптің ақшасын да бермеген. Хотя бы тамақ істеген ғой, соны бөліскен екен. Ұят. Ұят емес, көршілер ұят. Сен жазғаның үшін молодец. Үстіндегісін оқы. Оқы, солай карта сияқты оқиын дедім ба? Валет кіріс шықса. Ұлдар қыздар болып көлге отдыққа бардық. О, көл. Уже купальники там, уже нравится. Мен қызбын несічі. Сөйтіп іштік, құстық десе. Іштік дегенде мас болу емес, жай для настроения ғой. Жай бит. Но мен мас болып қалдым. Самое главное признаться. Көтере алмай қалып тұр ғой. И түнде бәріміз ұйықтауға барғанда мен палаткадан шығып далаға туалетке бардым. Палатканы арендаға алғанбыз. Сөйтіп туалетке барып, палаткаға кірсем, бәрі күліп жатыр. Сосын не болды деп сұрасам, подругам айтады, сен әрі қарай бармайсың ба? Әрі қарай бармайсың ба? Да. Әрі қарай бармайсың ба? Дәл палатканың сыртына сүйдің ғой десе. Оказывается, олар мені шығып, шық деген шақтарымды естіп, еще істеген тірлігімді естіп қойған. Қарап тұрған ғой, значит. Ұят-ай, енді ішпеймін. Енді ішпеймбес, енді алсырақ барасын. Ішпеймін. Дұрыс формулировка. Короче, ішкен. Фламинго. И жақын жерге дәрет сындырған ғой. Фикус. Ерінген ғой ашын кезде. Примерно анау палаткада өзі көлеңкелер көрініп тұрады ғой. Визуализировать етесің ба? Бір сән жерге еще дауысы шық-шық. Зато құспаған. Это хуже, кажется. Лучше құса салу керек. Еще қолын жумай келіп жатқан шығар. Деп сонда бар. Ужас. Ешқашан бұлай қайталамаңдар. Прикольно, молодец. Несі молодец? Мойындаған үшін. Аноним. Бір жігітті ұнатып жүрдім. Екеуміз 1 жыл бойы сөйлестік. Как будто ол да мені ұнатады сияқты болды. 1 жыл бойы қашан жүрейік деп айтады деп ойлап күтіп жүрдім. Бәрін күтіп жүрсіңдер ме не? Бірақ сөз салмайды. Басқа қыздармен де сөйлеспейді. Ни туда, ни сюда. Сосын шыдамай өзім айттым бәрін. Жүрмейміз ба, деп. Ответтен қатты шок болдым. Ол айтады, маған ұлдар ұнайды дейді. Реально гей болған. Ема, қалай шок болғанымды білмейсіңдер ғой. Мама, немене бәрін жазыпты. Мама, сол жерде сразу сезімім суып кетті. Дұрыс, сен суы керек қой. Сен оны жақсы көрсің, ол басқа біреуді жақсы көреді. Вообще не ожидала. Ол ауылдың қарапайым баласы. Былтыр жазда класстастарыммен көп уақыттан бері
көріспеген соң хотя бы үй жақта көрісіп мороженое жеп қайтайық деп жиналамыз. Ой, күшті, мороженое жеп. Аха. Қалай күшті естіледі. Сәлден кейін ішіп тастадық дейтін сияқты. И там құсады. Балдар қыздар болып жиналамыз. Барлығымыз үй киіммен шыққанбыз. Бір уақытта екі дос баламыз машинамен келеді. Давайте только қаланы машинамен айналып қайтайық деді. Үй киіммен жүрген біздер машинадан түспейміз ғой деп келісіп мініп аламыз. Иә, мороженое жеп. Бір кезде балдар қаладағы Шымкент қаласы. Ой, Байдыбек би площадьқа қарай айдап кетеді. Это, короче, там Випуха, Вип локация, да. Біз қыздар бұған против боламыз. Олар болса ничего страшного, ешкім сендер танымайды ғой деп площадьты аралап кетеміз. Уже үй киіммен жүргенімізді мен смириться еткенде крашымды көріп қаламын ғой. Йома. Сол кезде қатты ұялғаным май. Солай бәріне болды, қайтайық деп қоймай үйге қайтып кеттік. Краш көрді ма сізді? Конец. Короче, просто пижама ма үй киім дейтін? Не обязательно Блин, пижама, знаешь, пижаманы ұйықтағанда там похоже. Там мынандай Порванный. өтірік бір футболка созылып жатқан сондай киім Иә, бар. папасының 10 жылдық футболкасы. Серьезно, папаларың кимдесің бе? Мен кием. Мен папамдан ештеңе қалмаған. Так, менің одногруппнигім, мынау не жазу бұл? Мынау екі біріншіден. Метта оқи ма мынау не істейді? Аналогиндер жазып берген ба? Менің одногруппнигім вышла замуж за нашего препода. 80 деп түсіндім. За нашего препода. Универде оқып жүрген кезде 3-ші курста бізге бір ағай сабақ бере бастады. Ол докторант болатын. Докторант это типа магистранттан кейін. Да. Қатты кәрі емес. Доктор наук. Такой? Он болады. Ол кезде біз ештеңе байқамайтынбыз. Ағай барлық қыздармен прикол ұстап сөйлесетін. Ну, ағайлардың бәрі прикол ұстап сөйлеседі. Ағай көрмедім, который прикол ұстап сөйлеседі. Сонымен универ бітіргеннен кейін екеуі жүре бастапты. Деп айтыпты. Универ бітіргеннен кейін жүре бастапты. Және жүре бастаптыдан кейін үтір қояды, сосын және дейді. Және ол үтірдің орнына негізі. Вдруг это екінші және? Бастапты және жақында үйленді. Сөйтсе ағай деп екі рет жазып қойды, бөлмеймін үшін екен. Сөйтсе ағай ол қызды бір көргеннен ұнатқан екен. Қалай айтарын білмей универ бітіргеннен кейін барып сезім білдірген ғой. Екеуі жүре бастапты, солай дейді. Типа универ оқып жүрген кезде айтайын десе, дұрыс болмайды деп ойлап күткен ғой, оқу бітірген. 3-ші курста ба? Қай курста? 3-ші курста. Это получается 21. Значит, екі курс ұнатып жүрген ғой. Ну а вдруг только он на 3-м курсе появился? Кто? Препод? Только на 3-м курсе появился? Новые преподы же появляются каждый год. Не понял. Ну қара, университетте 1-ші курста, например, такие предметы, да, идут? 2-ші курста. Қара, жат, 3-й курста болды ғой. Статистика. 3-й курс, иә? Ага. Типа 3-й курста препод болды? Я подумала, это собака. Қара, 3-й курста препод болды, и, соответственно, 4-й курс туда күтеді ғой? Ну я тебе говорю, ты мне говоришь, 1-ші курстан бастап. Я тебе говорю, а вдруг на 3-м? Не прям, он было такое? Нет, я говорю, 2 курс ұнатып жүрген, күтіп жүрген ғой, ладно. Ол айтқан жоқпын деді. Өзім орысшаларымды қатты есімде жоқ ондай. Кетті, 4 секрет қалды, ина жақтан 3 секрет қалды. Ужас деп түсінді осыны. Ладно. На екеуі түсінікті, если что, оқимын десем, печатный жазылған. Мынандай үңгірлерді мен оқимын. Ага, у студентов, да, много? Ой, тут тема хорошая затронута. Давайте обсудить. Да, очень важная тема. Очень важная. Мен Алматыда студентпін. Сен Алматыда студентсің. Әкем маған ай сайын күн көріске деп 100 000 теңге салып отырады. Күн көрісің қымбат екен? Бір айға ғой 100 000 теңге. 3 000 теңге ортсаң да. Студент. Оның сыртында 36 000 стипендиям бар. Ойбай. Сәлден кейін курс сататсақты.
Алматы аңқау болсаң қиын қала ғой. Бір күні Таргеттен бір жарнама көріп алдым. Басталды. Айдың басы болған соң қалтамда 100 мыңдай ақшам бар еді. 136. Есепте алмаймын. Хорошо. Сол жарнамада жарты сағатта ақшанды 3 есе шығарып береміз деп тұрды. 136-на 3-ке көбейтеміз. 408 мың. Қызығып бар ақшамды салып жіберем. Алаяқтар боп шығып, бар ақшамнан айырылып қалдым. Сол айдың квартирасын жаба алмай соң хозяйка үйден қуып шықты. Әрең дегенде группаластармен тұрып, сол айда аман есен шыққаным бар. Адал ақша табуға тырысу керек екен. Жеңіл ақшаға жоламайық. Дұрыс айтады. Негізі Алматының өзі недавно Алматы емес, өзі тупит етіп тұр ғой. Жоқ. Короче, Алматы аңқау деп андай емес, бұл Шымкентте де шығады ол Таргет. Басқа қалаларда шығады шығар? Жоқ, да шығады, просто Алматыда слабости, мне кажется, больше, типа соблазнов. Қыдырайын, ақша қияйын, клубқа барайын, там ана жерде отырайын, кальян шегіп олайын. Алматыда құртады адамдар. Күн көрісі қымбат екен, сәл? Прикольно. Не дейміз, алданбаңдар. Не верьте такому. Ондай өтірік Таргеттан ештеңеге алданбаңдар. Я вообще ставки, не ставки, осындай прокрутка денег, да, или как называется? Игры всякие, накрутка денег. Жоқ сондай. Жұмыс істеу керек. Жұмыс істеу керек? Қазақстан! Или пападан кішкене көбірек ақша алу керек. 100 мың жетпейді күн көріске. Мектеп кезде болған оқиға. Примерно 8-9 класс оқимын. Димаш Құдайбергеннің опера 2 деген өлеңін коридорда 4 бала айтып келе жатқанбыз. Айтып келе жатқанбыз үтір, сосын и деп жазыпты. И че? И алдымыздан тәрбие завуч шығып, не ұлып жүрсіңдер? Уже примерно біліп тұрмын. Ұлып жүрсіңдер дейді. О, дейді. Сен ерінің бойы отқан нежданчик оқып. Не ұлып жүрсіңдер деп кабинетіне кіргізіп, Моргенштернің әнін айтқызды. Кабинетіне кіргізіп, түсініктеме жазғызды. Ұлығаным үшін деген түсініктеме жазып бердік. Йо, ят болды, по идее дейді. По идее дегенді, по е дейді расапты. Дәлше өзіңіз дейді салшы. Прикольно түсініктемеде ұлығанымыз үшін десең. Неді, олар өздерінің ойынша жақсы айтып келе жатырмыз деп ойлайды ғой. Опера 2 дейтін қандай ән кім біледі примерно? Қазір тауып аламыз, жаңа айтып отырмын жазғанмын. Опера 2. Примерно айғайлаған бірдеңе ғой, ә? Айқайлайды 100%. Андай. Қалай? Это же не она, нет? Pourquoi je bleu? Pourquoi je suis? Сен ба жазған? Байқа болым. Мына официальный сізге береміз. Не официальный не оқым. Или мынаның почеркісі күшті болса. О, мынаны оқыш. Вообще прикол почеркісі. Сол екеуін оқым, мен екеуін оқым. Ана ренжіп жазған ба? Ойбай, такой сладкий. Такой сладкий деген Типа, ЖБ, знаешь, из большой семьи, типа старшая дочь, потому что использовала максимально рационально бумагу. Из большой семьи? Или, возможно, из бедной семьи? Экономға, типа, бір дәптер төрт. Это рациональное распределение. Бұл жерін қиылай саламыз. Сен жамандағандарын алып саламыз. Сүттен ақ судан таза. Судан балық па бағана кім жазсын? Мен где-то... Почему никто не помнит, когда это было? Мен где-то всегда. Потому что тез ұмытқысы келеді ғой, позор болған нәрсені. 6-7 сынып оқимын. Соңғы партада отырмыз. Точнее, соңғы партаның алдында. Значит, он емес оқитын болып тұрса. Да. Мен и артында 2 бала отыр. Сзади 2 хулигана, а нас впереди. Қазір лифчигін тартады. И бір кезде түшкіргім келіп кетті. Деп жазып қойды па? Да. Түсініп тұрсыз ғой, сосын не болғанын. Түсініп тұрған жоқпын мен. Так, түшкірген кезде көп нәрсе істеу мүмкін. Бұндан бірдеңе ағып кету мүмкін. Ар жақтан бірдеңе шығып кету мүмкін. В общем, солай болды. Қайсысы? Непонятно. И мен қатты ұялып, менен сұрап үлгерген жоқ. Мен сразу
ақталып мен Ақталып? емес деп шықтым. Қалай түшкірген кезде сен ақталасың да? Мен емес. Мен емес, бірақ иісі келіп жатыр десең. Сосын? Мне кажется, все, конец. Идут пожелания. Сіздерге бақыт тілеймін. Ойбай, рахмет. Жұмыстарыңыз алдыға барсын. Мен де бір пожелание айтқым келіп тұр саған. Түшкірме. Егер осында отырсаң. Десе. Түшкірген кезде біліп отырсыздар ғой өздеріңіз деді ғой әр жағында да. Мұрын болған кетті де. Походу. Бірақ көп адам көрмепті мұндай мұрын болған. Или ар жақтан. Я тоже редко встречала, что такое было. Я тоже редко это делаю десе. Қиын. Короче, 11-ші сынып бітіріп, грантқа түскенімізді класстастармен тойлаймыз деп шештік. Вот! Шу басталады қазір. Вечер біздің үйде болатын болды. Мен үйімде болатын баяда мен вечерімнен. Бірақ мен кіміз. Мамам үнемі вечер жасауға рұқсат бермейтін. Қалай? Всегда біздің үйде болатын, бірақ жасауға бермейтін. Грантқа түскен соң ба рұқсатын берді, короче. Сосын вечер күшті өтіп жатты. Душевный разговорлар кетті. Кездестіре айтылсайын дейтін разговорлар примерно. Сосын бір уақытта сыртқа шығып кеткен класстасым келіп, сыныптағы бір қыздың атын айтып, соны сыртқа бір жігіттер шақырып тұр дейді. Бір қызды, я? Оказывается... Мына қызды ма? Екі бала? Оказывается, ол бөтен ауылдың жігіттері екен. Сосын тұратта біздің класстың жігіттері кім олар? Біздің қызға келіп тұрған деп ашуланып шығып кетеді. Бір балдар үйден пышақ алып шығып деп. Мен паника болып жүрмін. Бар ойым мамам естіп қоймаса екен дейді. Өлсе өле берсін бәрі. Бірақ мамам естіп қоймаса екен деп. Хорошо, что мамам ұйықтап қалыпты. Үйде болып жатыр, еще мамасы бар ма? Жестко, да? Сосын екі ауылдың жігіттері төбелесіп, пацанский тема ғой, короче. Бірақ соңында ешкімге ештеңе болмады. Бәрі тарап кетті. Шүкір Алла деп жас қойды соңынан. Шүкір Алла деп. Қалай бүйтті төбелескен ма? Ешкім төбелеспеген. Мындай. Короче, вечер болған. Соңғы екі секрет. Мынаны оқып кеткен. Жасым 25-те. Үйдегілер тұрмысқа шық деп, жүргелі біраз болды. Қой әрекет жасап көрейін деп, запростарымдағы жігіттерге шанс беріп көрдім. Бір жігітпен 2 айдай сөйлесіп көрдім. Тек иманды нәрселер салып, мешітке көп баратын еді. Осы жақсы жігіт шығар деп бір күні шақырған кездесуіне бардым. Шымбұлаққа завтракқа апарып, отельге кіріп, заттарды тастай салайық деді. Ойымда ештеңе жоқ. Келісе салдым. Қызық болып кетті екен. Кірген бойда сразу беліме жармаса бастады. Ойбай. Мен қатты қорқып қалдым. Сол үшін қыздар байқаңдар. Актуальная тема. Не все время такой, да, подается сегодня? Инстаграмда иманды жігіттерді бәрі өмірде басқаша болуы мүмкін. Короче. Ау? Өмірінде Иван да? Да. Сенікі ма? Утром Иван, ночью Иман. Нет, наоборот. К счастью. Короче, түсіндім я. Короче, Шымбұлаққа шақырған, ол завтракқа барды. Потом отельге барды сразу. Шымбұлақта ма? Қайдан білейін, жазайын ба? Алло? Тут написано просто Шымбұлаққа завтракқа апарып, отельге кіріп. Может, Шымбұлақтағы отель? Там же есть. Шымбұлақтағы отель қымбат. Ақшасы бар, короче. Значит, можно білден соған. Жасын, қыздар абай болыңдар. Қыздар абай болыңдар. Өздеріңе ешкім жақындатпаңдар. Ұрып жіберіңдер, теуіп жіберіңдер. Қалталарыңа газды баллончик салып жүріңдер. Қазір перцовый ма, қалай? Перцовый баллончик. Следите за собой, за своей безопасностью, потому что очень много разных людей сейчас. И никто не имеет права вас заставлять делать что-то без вашего соглашения. Да. Полностью согласен. Түсінген жоқпын, но полностью согласен. Осымен бүгінгі түштің шығарылмай аяқталды. Қазір сен менің құпиямды табуың керек. Мен сенің құпияңды екі вариантын айтам. Я деп, біреуі сен үйіңді өртеп жіберген сияқты. Анау көршілер бүйтіп өртеп жіберді дейтін бар ғой. Екінші вариант,
сен үйден бір үйірмеге бармағансың, мамаң екінші этаж, хотя сен екінші этажда тұратын адамға ұқсайсың. Мамаң екінші этаждан саған тәпішке алып келді да, а сенің старший братың бар. Старший братың қарады да дейді, позаслуга дейді, тамаша. Ужас. Осы ма? Иә. Көрдің ба қалай? Бірақ ол Идеально. ағам емес, дядям болған. Дядям болған? Мам, я вас люблю, даже если вы меня кидали тапочки. А? Қандай үйірмеге бармадың? Музыкалка ғой? Нормально. Музыкалка. Қандай тәпішкеден таяқ жедің? Обычный домашний тәпішке бар ғой. У меня просто мама негізі менде мұғалім. Мұғалім и бір жағынан снайпер. Иә. Деп бетіме осылай келді ғой. Вот сюда. Болды. Менің историямды табасың ба? Мен историямды ұмытып қалдым, не жазғанмын? Мен историямды табасың ба? Я даже забыла, что мы читали. Да, я... Күлкілі история болған жоқ сияқты. Да, что-то... Прикиньте, мен өз историямды ұмытып қалдым. Серьезно? Как вы думаете, какая история была аңсаған? Қандай история болды? Қапшығая? А что там было Қапшығая? Қапшыға? Не, Қапшыға, мен алысырақ барып сейтім. Қапшыға емес. Там как будто все девочки писали, нет? Все там мен қыздың атын да жазуыма болды. Да, такое можно? Келесі келген кезде солай істейсің, иә? Я думала, так нельзя. Ты написала от лица девушки? Айтпаймын. Солай жаздың ба? Менің... Қалай ойлайсыңдар? Давайте. Қай жақты сұрап? Табайық. Мына жақ па? Қарама, подожди. Табайық. Қандай история аңсаған историясы? Ешкім таппайды оны. В смысле ешкім таппайды? Қарама. Қыздың атын. Саған жіктің аты ма? Шынымды айтшы мен алсам саған. Олай емес. Құрметті көрермендер, менің историям қайсы деп ойлайсыңдар, комментарийға жазып кетіңдер. Мен, возможно, егер тапсаңдар, осы деп айтамын. Менің историям осылай секрет болып қалсын. Тем интереснее. Бүгін бізде қонақта болған Дамелия Свит. Келгеніңе рахмет. Сіздерге де рахмет. Егер сізде осындай ұятсыз немесе ыңғайсыз бір ситуация болса, онда төменде көрсетілген почтаға жазыңыз. Біз соны бағдарламада оқимыз. Рахмет, комментарий, лайк. А что сен аны оқымадың? Подписка. Ол өте ұзақ болғандықтан келесі шығармын. А вдруг это ты? Это не это. Мен ондай почеркім жаман емес. Баршаңызға рахмет. Спасибо, что... Баршаңызға рахмет. Надеюсь, было интересно. Келіп тұрыңдар. Бұл түс жобасы біз осы жерде күшті өсектер айтамыз. Пока-пока. Біз ғана лучше болдық. Болды.